Маңғыстау облысы мен Әзербайжан мемлекет арасындағы жылдық тауар айналым мөлшері 13 миллиард долларды құрайды. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Рахымбек Әміржанов бүгін өткен кәсіпкерлердің форумында баяндады. Маңғыстаулық және әзербайжандық кәсіпкерлердің бизнес форумының мақсаты екі ел арасындағы бизнесті дамыту. Форумға Әзербайжан мемлекетінен 80-нен аса кәсіпкер арнайы келген. Іскер азаматтар жергілікті кәсіпкерлермен өзара пікір алмасып, бизнеске қатысты түрлі ойларын ортаға салды. Шетелдіктер маңғыстаулық іскерлерге тиімді ұсыныстарын айтып, бірлесе жұмыстануға шақырды. Жалпы біздің өңірде инвесторлар үшін жағдайдың барлығы жасалған. Сондықтан да олар қызығушылық танытып отыр. Әзербайжандық кәсіпкердің бірі Ақтауда құрылыс жұмыстарының қарқынды жүріп жатқанын атап өтіп, өзінің ұсынысын ортаға салды. Біз Ақтауда дистрибьютерлік компания ашқымыз келеді. Сол кезде маңғыстаулық кәсіпкерлермен тікелей жұмыс атқаруға мүмкіндік аламыз. Ақтаудағы құрылыстың қарқынын көріп, қатты қуандым. Мен құрылыс материалдарымен айналысамын. Сондықтан ақтаулық кәсіпкерлермен жұмыс жасауға дайынмын.